Таза Қазақстан акциясы республика бойынша өтіп жатқаны белгілі. Осы акцияға қаламызға қарасты Ағдала ауылдық округ тұрғындары да белсене атсалысуда. Таң атпастан қолдарына құрал саймандарын ұстап, тазалық шарасына кіріскен ағдалалықтар ауыл ішіндегі шөптерді шауып, қоқыстан тазарту жұмыстарын жүргізуде. Аталған шараға ауылдағы барлық мекеме қызметкерлері, тұрғындар, ардагерлерде бір кісідей білек сыбана тазалық жұмыстарын жүргізуде. Солардың бірі ауыл ақсақалы Жұмаділлә Қашқынбеков. Қолына кетпен ұстаған қария ауылымыз бәрімізге ортақ болған соң, оны таза ұстауда барлығымыздың міндетіміз дейді. Бүгінгі шара мына Қазақстандағы тазалық акциясына байланысты әр өлкеде өтілетін тазалықты бүгін Ағдала елді мекенінде соны бастап жатырмыз, тазалық акциясын. Burada жәндегі айпара тобы бар, әжелер тобы бар, мына медиктер бар, әкімшілік, мынардағы мектеп, бүкіл Ағдаланың жастары, қариялары, әжелердің бәрі атсалысып, осы тазалық күніне байланысты осы Ағдаламыз таза болсын деп соған атсалысып жатқан жөні бар. Міне әжелер де бар, аталар да бар, жастар да бар. Осылардың бәріне келгеніне рахмет айтамыз. Өйстіп барлық жерде осындай тазалық жүріп жатса, онда бүкіл Қазақстан таза болады деген ойдамын. Экологиялық акция аясында көше бойларындағы арам шөптер оталып, қоқыс қалдықтары тазартылды. Жиналған қоқыстар техниканың көмегімен арнайы полигондарға жеткізілетін болады. Айта кетейік, Таза Қазақстан экологиялық шарасы аясында қаламызда қалаға қарасты ауылдарда тазалық жұмыстары жалғасатын болады. Жантөре Болысмұрат, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.